Достар, қайырлы кеш. Короче, консерваториядамыз дәл қазір. Ертеңгі кешімізге дайындық болып жатыр. Жанымда серіктерім бар міне. Айдана ағайым бар. Яқта Шерхан. Шерхан айырады екен бірақ. Ертең көресіздер. Құпия ол енді. Еще көзбен көру керек қой. Иә, еще бізде не, Росик деген біздің пианистіміз. Айырады бұл. Айырады екен. Ертең көресіздер бірақ бәрін. Иә. Ағайын, ертеңге қалып қалмаңыздар, қапа қалмаңыздар, главное ше, ертең күтеміз барлықтарыңыз. Ал ағайындар, қайырлы кеш болсын барлықтарыңызға. Эфирден шыға салып, ақеркеде мен де үй жаққа кетіп қалдық бірден. Өздеріңіз көргендей 17-сі осылай ханзадасы басталатын болады. Сол сценарий жазу керек, таныстыру жазу керек деп үй жаққа кетіп қалдым. Үй жаққа келдім, мына жерде шашликке келдім. Бірден қазір бір шашликтен ұрып алып, қазір жайлап сценарий жазайын деп жатырмын. В общем, үйдеміз, короче, таңға дейін енді ұйқы жоқ, дайындық басталады дегендей. Өздеріңіз қалайсыздар? Қалай ойлайсыздар? Менде шанс бар ма өзі? Ханзада бола аламыз ба? Или соңғы орынға Жәнібек екеуміз таласа берейік ба? Алматы қаласында және де туристқа жазсаңыздар бірнеше точкасы бар. Кез келген точкасына барып тамақ ішсеңіздер болады. Бағасы да өте тиімді. Ташкентский шайымен, қалай бұл жерде түрік бауырларымыздың тамағымен, Ташкенттің шайымен, қазақтың батырларымен отырып, мына жерде тамақты ішіп алайық, сосын айтатын боламыз дәрін. Бірақ біліп тұрмын, өте керемет. Баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Менен қандай өзгеріс байқап тұрсыздар деп интрига жасамай қойын. Шашымның цветін өзгерттім, қараңыздар. Осылай кішкене темный түске бояттым. Атау деген ана сап-сары шашыммен құртылып, еще бойчет болып бітті. Лечение жасаттым. Осылай түсін өзгерттім. Өзіме қатынып тұр, күшті болып ашып тұр. Қалай сіздерге қай шашым өтші деп ойлайсыздар? Және де қазір үйге келіп, қосылайық қарап, күйеуіме тамақ пісірейін деп жатырмын. Кешке тренировкаға кетеді, соған тамақ істеп қою керек. Аяқтан телевизордан қосылайық көреміз, сөйтіп тез тамақ істейміз қазір. Ше бүгін клиент келген үйге, үйім деген тап-таза болып тұр прям. Үй таза болса, күшті рахаттанып жүремін ше. Сол сіздерде не жаңалық болады, не істеп жатсыздар?